Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Ғани Байсал. Сіздер менің YouTube каналымды тамашалап отырсыздар. Біз қасиетті Рамазан айының түндерінде отырмыз. Бүгін біз қонақта Таугүріш мешітіндеміз, яғни Ернар Әжен ағамыздың үйінде, кабинетінде қонақтамыз. Бүгін біз қасиетті Рамазан айының соңғы 10 түні жайында кішігірім әңгіме қозғайтын боламыз. Ал сіздер болса біздің каналға тіркеліп, осы видеоның астына лүпіл басып, өздеріңіздің жақсы тілектеріңізді, пікірлеріңізді қалдырып қойсаңыздар болады. Ендеше ереке сұрақтарға көшейік. Біздің көрермендер көп сөз қамтымақ бет. Бисмилля. Жаңағы официальный сұрақтарға кірмей тұрып сізден бір өзім кішігірім сұрап алайыншы, тарауық намазының әдеп жайында. Мен мысалы құптанға келдім, бірақ та құптанның парызына кешігіп қалдым. Ар жағында елдер тарауық намазын оқып жатыр. Мен сол кезде не істеймін? Тарауыққа қосылып кете берем ба? Әлде бөлек құптан оқып аламын ба? Соны түсіндіріп беріңізші. Мен кеше осындай жағдай болып қалды да, сонан. Тарауих намазына кешігіп келсеңіз, яғни сіз келген кезде құптан намаз оқып қойған болса, өзіңіз жеке құптан намазын парызын оқып аласыз. Сосын 2 ракат сүннетін оқып аласыз. Сосын үлгерген жеріңізге ұясыз да. Сосын намаз біткеннен кейін қанша ракат кешігіп қалғаныңыз өзіңізге белгілі болғаннан кейін, сол қалған ракатты өзіңіз жеке оқып тастайсыз. Яғни құптанды өзім бөлек тұрып, парызын оқып аламын, жамағатқа ұйымай, Ұйымай. Үлкен рахмет. Түсіндіңіздер ғой? Енді тарауыққа кешікпеңіздер. Мен бүгін тарауыққа құптанға мүлдем әлі оққан жоқпын, кешігіп отыр. Ереке, енді айлардың сұлтаны Рамазанның өзі әрбір түні керемет қой. Енді соның 10 түнін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам одан да ерекшелеген. Бір хадистерде мен қателеспесем айтылады, изарын тартып деп айтады. Енді осы хадис жайында кішігірім мағлұмат беріп, осы Рамазанның соңғы 10 түні несімен қасиетті, сол жайында кішігірім айтып бересіз бе? Енді Рамазанның соңғы 10 түні, яғни бел ортасынан асып, соңғы болып айтқан кезде, мәреге жақындаған кезде кез келген жарыстың қарқыны үдейтін секілді, құлшылық жарысында, жақсылық жарысында Рамазанның да соңғы 10 күнінде мұсылман баласы ғибадатқа, құлшылыққа барынша мән беріп өтету керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы Айша анамыз айтады. Рамазан айының соңғы 10 күні кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құлшылыққа барынша мән беріп, басқа уақыттарға қарағанда ерекше құлшылық жасайтын, түндерін намазбен өткізетін, итиқафқа кіретін, әйелдерін де намазға оятатын және әйелдеріне жоламайтын еді дейді. Осы соңғы күннің ерекшелігі осында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі істеу арқылы біздерге қалай өткізуді көрсеткен. Яғни оның ерекшелігі неде? Не себеп солай істеді? Себебі қадір түнінің болу ықтималы осы соңғы 10 күнінде жоғары болғандықтан, соңғы 10 күн түндерін құлшылықпен өткізу қадір түніне дөп келуге мүмкіндікті көбірек жасайды. Осы қадір түніне байланысты қандай әңгіме бар ереке? Екі бір мұсылманның ұрысып қалдığына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұмытылып қалды қай күн екенін деген. Яғни бізге үмметіне бір жасырын болып қалды да, яғни бір күн шегеленбей. Осы жайында көрермендерге айта кетесіз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қадір түнінің нақты қай күн екендігі белгілі болып, пайғамбарымыз қуанып үмметін сүйіншілейін деп сахабаларға қарай бет алған кезде екі кісінің тартысып тұрғандығын көріп, соларға назар ауып, олар татуластырам деген кезде Алла тағаланың құдіретімен ол ұмыттырылады. Енді оның да бір хикметі бар. Жасырын болған нәрседе өзіңіз білесіз, қадір болады. Жасырын болған нәрседе сол тойдың болғаннан боларсыз қызық деген секілді, соны іздеу арқылы, соған дөп келсем деген арқылы біз не істейміз? Көбірек құлшылық жасауға мүмкіндік пайда. Ал енді нақты мына күн дейтін болса, тек қана сол күні құлшылық жасайтын едік те, басқа күндері жатуымыз әбден ықтимал еді. Осы жерде тағы бір нәрсені ескере кеткен дұрыс. Қарап тұрсаңыз, екі мұсылманның бір-бірімен тартысуының немесе бір-бірімен дүрдараздығының нәтижесінде сондай бір нығмет ұмыттырылды. Сол секілді біздің қоғамда да мұсылмандар өзара араз болатын болса, осы секілді Алла тағаланың бізге келейін деп тұрған жақсылығы, қонайын деп тұрған бағы қайтып кету ықтималы әбден бар. Яғни бірлікте бір береке бар емес пе? Татулық ол өте маңызды. Татулық болар береке, қылмасын жұрт келеке деген секілді татулықта әрине береке бар. Алла разы болсын. Ереке, сосын қадір түні. Енді қадір түні әркім әртүрлі өткізеді. Біреу қыдырада өтеді, дастархан жайып қояды, біреу ұйықтамай отырады. Қадір түніндегі ең абзал құлшылық не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Айша анамыз сұрайды: "Я Расулалла, егер мен қадір түніне дөп түссем, яғни қай түннің қадір түні екенін білсем, не істейін?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамызға мына дұғаны үйретеді: "Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афа фаъфу анни." Алла, сен кешірімдісің, жомартсың,
кешіруді жақсы көресің, мені де кешіре көр деп осы дұғаны айт деген. Пайғамбарымыз Айша анамызға айтқан болса, әрине ол бізге де тікелей қатысты. Сондықтан да біз осы дұғаны көбірек айтып, Алла тағаладан кешірім, Алла тағаладан мейірім, рахым сұрайтын болсақ, бұл өте маңызды. Себебі күнәнің кешірілуі арқылы біз жәннатқа тезірек кіреміз. Сонымен қатар Құранды көбірек оқуымыз керек, өйткені Құран түскен ай, Құран түскен түн, намаз көбірек оқуымыз керек, дұға жасауымыз керек, истихфар, тәуба, тафаккур дегеніміз, яғни ойлап Алланың құдіретін, ұлылығын, мен не үшін бұл өмірге келдім, қайдан келдім, не үшін келдім, қайда барам деген секілді сұрақтарды. Бұл да тафаккурдың өзі құлшылық екені белгілі. Сонымен қатар кез келген жақсылықтың түрі, садақа беру, жақсылық жасау, бұның барлығы сол қадір түнінде жасалатын дүниелердің бірі. Ереке, сосын мына жерде қызық ой туындап жатыр да. Яғни жаңа дұғаның мағынасында негізі басынан аяқ кешірім. Алладан кешірім сұрау. Сосын мына көп истихфар айтып жүретін адамдар. Астағфиралла, астағфиралла деп көп айтып жүретін адамдардың да дұға тілектері негізі қабылданады емес пе? Ана бір имам Ахмадтың бір қиссасы бар ғой. Шын қаншалықты екенін білмеймін, анау бір нан пісіретін бір адамның есігінің алдын ақтап тастайды ғой. Соны білесіз бе? Иә. Жалпы біздің мұсылманның дұғасының қабыл болуына кедергі болатын дүниенің бірі өзінің күнәсі. Өзінің күнәсі, яғни біздің күнәларымыз дұғамыздың қабыл болуына кедергі жасайды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір мұсылманның өзге мұсылманның сыртынан жасаған дұғасы қабыл деген хадисі бар. Яғни не үшін? Себебі жаңағы дұға жасаушы мұсылманның дұға жасаған мұсылманға байланысты ешқандай күнәсі жоқ. Яғни бейгүнә ауызбен ана кісіге дұға жасаған. Сондықтан да оның дұғасы не болады? Қабыл болады. Сол секілді біздің де күнәміз жоқ болса, немесе аз болатын болса, біздің де дұғамыздың қабыл болуына не болады? Ықтимал жоғары болады. Жаңа өзіңіз айтқан секілді Ахмад ибн Хамбал атақты Хамбали мазхабының имамы бір бөтен бір қалаға жолаушылап келіп, мешіт жабылып қалған, қонатын жер таппай, амал жоқ, жаңағындай үміті үзіңкіреп келе жатқан кезде бір наубайшының ертеңге дайындалып жатқанын көріп, жаңағы сәлемдесіп, амандасып, қонуға рұқсат сұрайды. Сосын айтады, жақсы, мен енді маған да ермек керек, мен енді бәрі ертеңгі кісілерге нан дайындауым керек, қоныңыз деп, жаңағы төсегін сап беріп, бірақ айтады, маған мән бермеңіз, мен жаңағы жұмысын жасай берейін деп, жаңағы елеп жатқан кезде астағфирулла, астағфирулла деп, сосын қамыр илеп жатқан кезде астағфирулла деп, оны жаңағындай ашығаннан кейін пешке салған кезде астағфирулла, шығарған кезде астағфирулла деп, әрбірісінде астағфирулла деп Алла тағаладан көп кешірім сұрағанын байқап, айтады, сіз байқадым, мен келгелі бір аузыңыздан истихфар түскен жоқ, осы сіз тілеп те қабыл болмаған дұғаңыз болды ма деген кезде айтады, Құдайға шүкір, мен не тілеген болсам Алла тағала мүлтіксіз қабыл етті. Әзірге бір тілегім бар еді, қабыл болмаған, оны да үміт етем қабыл болатындығына. Атақты ғұлама, ғалым Ахмад ибн Хамбалды көрсем деген Алладан тілегім бар дейді. Сонда әлгі кісіне дейді, күлімсіреп, Алла тағала олай болса, сол айтып отқан кісіні өзіңіздің алдыңызға алып келді. Қарап тұрсаңыздар, қарапайым бір шаруа наубайханашыға үлкен керемет үмметтің ғалымын не істеп тұр, алдын алып келіп тұр ғой. Сонда қарап тұрсаңыз, сол истихфардың нәтижесінде Алла тағала біздерге көп дүние береді. Тек қана біз ол жерде күнәміз ғана кешіріліп қоймайды. Құрандағы аяттарда жаңағы бір күні Хасан аль-Басриға бір топ кісі келеді, айтады, біздің елде қуаңшылық болып жатыр, Алла тағаладан жаңбыр сұрайтын дұға үйрет деген кезде астағфиру деп көп айтыңдар дейді. Сосын бір кісі келеді, менің жаңағы ұрпағым жоқ, Алла тағаладан ұрпақ тілейтін маған дұға үйрет дегенде астағфируllаны көп айтыңдар дейді. Сөйтіп жаңағы айтады, менің жаңағы мал дүнием азайып жатыр, мал дүниемді көбейтетін дұға үйретіңдер деген кезде оған да астағфирулла деп айт дейді. Сосын тыңдап отқан шәкірттер айтады, ұстаз үшеуі үш түрлі мәселемен келді, сіз бірақ үшеуіне бір-ақ нәрсе айттыңыз деген кезде не дейді? Алла тағала Құран кәрімде, егер сендер Алла тағаладан кешірім сұрайтын болсаңдар, Алла тағала сендердің рызық нәсібелеріңді көбейтіп, егін мал дүниелеріңді молайтып, сендерге салихалы көп ұрпақ береді деген аят бар дейді. Қарап тұрсаңыздар, осы біз Алладан кешірім сұрау арқылы осы айтылған нәрселердің барлығына лайық боламыз. Керемет. Ереке, жаңа ихтикаф деп айтып қалдыңыз ғой. Ихтикаф дегенде оның мағынасы қандай, ол қалай жасалады, ол не құлшылық? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті, мұсылман баласы мүмкіндігі бар кісі Рамазан айының соңғы 10 күні азан шақырылып намаз оқылатын мешітте ниет етіп, сол уақытты Алла тағаланың ризалығы үшін басқа дүниеви тіршіліктерін доғара тұрып,
құлшылық, ибадат, мінәжат, тағзыммен өткізуді итиқаф деп атайды. Сондықтан да осы Рамазан айында жасалатын бұл бекітілген сүннет. Енді уәжіп болған түрі бар. Бұл егер бір мұсылман, егер мен мына ісім орындалса, мен Алла тағала үшін итиқаф жасаймын деген болса, ол уәде бергендік үшін оны уәжіп болады. Ал енді Рамазанның тысында басқа уақыттарда жаңағындай адамның сол мешітке келіп өзінің уақытын Аллаға деген мінәжатқа, құлшылыққа арнаймын деп шешсе, ниет етіп мешітке келетін болса, ол да итиқаф болып саналады. Бұл да мұстахаб, яғни нәпіл итиқаф деп аталады. Яғни Рамазаннан бөлек Шәуәл айының ішінде Шәуәл осы кез келген уақытта келіп бір күн немесе 2 күн немесе бір 6 сағат, 7 сағат отырып арнайы сол иғтикаф ниетімен кіріп тек құлшылыққа арнап өткізетін уақыт, иә. Сонда Ереке, иғтикаф сөзінің сөздік мағынасы қалай болатын болады? Итиқаф сөзінің сөздік мағыналасы тілдікте жаңағындай бас ию, бір нәрседен бөгелу, бір жерге орналасу, байлану деген мағынаны білдіреді. Қарап тұрсаңыздар, итиқафтың өзінде де сіз ниет етіп мешітке кіргеннен кейін мешіттен басқа жерге шықпайсыз. Яғни табиғи қажеттіліктің тысында сіз мешіттің ішінде боласыз, ешқай жерге шықпайсыз. Демек, сол жерде мешітке жаңағындай байланған секілді, сол жерге орныққан секілді боласыз. Сондықтан да сөздік мағынасы осылай. Ал терминдік мағынасы ниет етіп құлшылық ибадат мақсатында Алла тағалаға өзі белгілі уақытты арнап кіретін жаңағы ибадаттың түрі. Сосын Ереке, бізде қоғамда мынандай түсінік бар. Бір адамды айтады, енді ораза ұстау үшін мен толығымен намаз оқып жүруім керекпін. Намаз оқымағаннан кейін ораза ұстағаным қалай болады деп оразаны ұстамай қоятын адамдар болады. Жалпы намаз әрине ол әрбір мұсылман баласына Алла тағаланың бұйырған парызы, міндеті, ғибадаты. Оны біз орындауға тиістіміз. Ал енді орындамай жүрген кісі ораза ұстасам бола ма деген мәселеге келетін болсақ, ғалымдарымыздың бір сөзі бар. Бір нәрсеге толықтай қол жеткізе алмаған кісі оның бір бөлшегінен де бас тартпайды дейді. Сол секілді сіз Алла тағаланың бір бұйрығын орындай алмай жүрсеңіз, ол екінші бір бұйрықты орындауға кедергі болмайды, бөгет болмайды. Сондықтан да ораза намаз оқи алмай жүрсеңіз, ораза ұстауға мүмкіндік болса, оразаңызды ұстай беріңіз. Бірақ әрине мен жаңағындай бұдан кейін намаз оқымай қойсам да болады деген түсінік тумау керек. Мүмкіндігінше сол намазды ертерек үйреніп оқу әрбір мұсылманның міндеті. Сол үшін де біздің жасап жүрген бір кемшілігіміз, олқылығымыз жақсылық жасауға кедергі болмау керек. Керісінше көп айтатынымыз, жасап жүрген жақсылығымыз кемшілік жасауға, жамандық жасауға, күнә жасауға кедергі болмау керек. Сол үшін де намаз оқымай жүрген бауырларымыз оразаларында ұстай берсін. Жаңағы умра мәселесінде де осындай, намаз оқымайтын болса да умраға баруға кедергі емес қой. Кедергі емес, умраға баруға, зекет беруіне, қажылық жасауына, әрқайсысы жеке-жеке өздерінің құлшылығы. Мысалға, қайыр адамдарының орамал тағып жүріп, намаз оқымай жүрсе де проблема жоқ, мысалға болады ғой. Енді ол орамал бір бөлек парыз, намаз бір бөлек парыз, әйтеуір күндердің күнінде сол мұсылман өзінің мойнына артылған міндеттерді толықтырады деген әрине үміт бар ғой. Сондықтан да солай жасағанымыз дұрыс болады. Сосын мынандай нәрсе бар. Ораза ұстайды, аузы берік, бір күндіз бір жағдай болып қалады. Ашылынады, біреуді бәлкім балағаттап қойып, боқтап қойып, оразамның мышты шықты ғой деп, одан ары қарай аузын ашып жүретін адамдар болады. Осы нәрсе қалай? Мысалға, боқтап қойған кезде, ашуланып қойған кезде ораза бұзыла ма? Оразаның фиқх кітаптарында, яғни шариғатта бұзылатын нәрселері белгілі. Бұл әрине Алла тағаланың кітабы, пайғамбарымыз сүннетінен ғалымдарымыз екшеп-текшеп оны біздерге тізіп берген. Соның ішінде әрине бұзатын нәрселердің ішінде басында жаңағы су ішу, тамақ ішу, жеу деген секілді, сосын өзінің әйелімен қарым-қатынаста болуы оразаны бұзатын негізгі нәрселер әрине енді бар. Бірақ жаңағындай өзге күнә жасау, күнәдан мақсат біреуді ғайбаттап қою мүмкін, өсектеп қою мүмкін, сөз тасу мүмкін, жаңа сіз айтқан секілді балағаттауы мүмкін, ұрысуы мүмкін деген секілді, немесе басқа да бір кемшіліктер жасауы мүмкін, одан ораза бұзылмайды. Бәлки оразаның сауабы келмейді. Оразаның сауабы келмейді. Сондықтан да ораза ұстап жүріп ашуланған, біреуге ұрысқан, немесе тіпті біреуді балағаттаған кісі ол оразасын бұзып жіберуге ол себеп емес. Жаңағы айтып қалдыңыз ғой, өз әйелімен қосылу деген мәселе. Осы мәселеде мысалы бойдақ балалар болады да, енді олардың да әйелі жоқ болуы мүмкін, бірақ та сол әрекетке барып қою ол да орамазан бұзып жібереді ғой.
Енді әрине ол күндізгі уақытта егер ораза ұстап жүрген кісі болса, ол өзінің әйелі болсын, басқа болсын, ол әрекетке бару, тіпті өзін өзі қанағаттандыру ол оразаны бұзады. Оразаны бұзады. Темекі шегіп қойып сол күнде де. Әлбетте. Насыбай ату. Темекі шегу, насыбай ату деген секілді нәрселер оразаны бұзады. Тамақ істеп жүрген кезде әйелдердің несінен бөлек мысалы. Тамақтың дәмін көру. Ол жерде тамақты жұтпайды, тек қана тамақтың тұзын, дәмін татады да түкіп тастайды. Ол оразаға кедергі емес. Ол кедергі емес. Енді келесі мәселе қадір түні. Қадір түнін бізде мысалы көбіне енді адамдар мешітке келеді. Жаңағы біреулер қыздар мен жігіттер болып келіп өзінше романтика сияқты мешіттің ауласына келіп құшақтасып отырады деген сияқты. Енді оған да шүкір шығар, олар келіп уағыз естиді, бірақ қадір түнін үйде өткізуге бола ма? Қадір түнін міндетті түрде мешітте өткізу керек деген қағида жоқ. Әрине, мешіт Алла Тағаланың үйі, жер бетіндегі ең сүйкімді мекені болғаннан кейін мешітке келіп өткізген жақсырақ. Бірақ кейбір бауырларымыз жаңағы мешітке келіп алады да, не өзі құлшылық жасамайды, және құлшылық жасап жатқан бауырларымызға кедергі болады. Күбірлеп, сөйлеп, күліп, тіпті жаңағы дауыстары да қатты шығып жатады. Тіпті кейде өзіңіз айтқан секілді көшеде ішкі алып мешіттің ауласында анда-мында жаңағы қыз бен жігіт болып сөйлесіп тұратындар, мешіттің әдебіне сай болмайтын іс-әрекеттер жасап тұрады. Олай жасайтыннан көрі ол үйінде отырғаны абзалырақ болады. Себебі сіз мешітке келіп бірінші өзіңіз құлшылық жасап жатқан жоқсыз, екінші құлшылық жасап жатқан адамға кедергі болып жатсыз. Ал енді әрине мешітке келіп мешіттің әдебіне сай намазыңызды оқып, Құраныңызды оқып, дұғаңыз жасап құлшылық жасайтын болсаңыз, ол үйде өткізгеннен гөрі әрине абзалырақ. Ал енді әртүрлі жағдайлармен мешітке келе алмады, мешітке бара алмады, мен қадір түнін күтпей қояйын деген дүние жоқ. Үйіңізде ояу болып, жаңағы сөзіміздің басында айтқан құлшылықтарды, ғибадаттарды, дұға тілектерімізді үйде отырып жасай беруімізге әбден болады. Сосын ерекше осы жерде есіме түсіп кетсе, күбірлеп деген кезде осы жұма намазында құтпа деген нәрсе бар ғой. Құтпада адамдарға негізі сөйлеуге болмайды. Бірақ сол әдепті көп адамдар білмейтін сияқты бізде. Құтпаның кезінде бір кейде сөйлеп, былай тұрсаңдаршы, жай намазына жерін тартып жіберші, мысалы ар жақ тұршы, сондай бір сөздер сөйлеп жататын адамдар болады. Осы құтпадағы мәселе бар ғой, ол кәдімгі сөйлемей құтпаны тыңдау осы жердегі парыздылығы. Содан кейінгі ол парыз айт намазында да, айт намазының құтпасында да осындай үкімде ма? Осы жайында кішкене темадан алып қисылайықшы, осы жаңағы кедергі деген кезде. Жалпы жұма намазындағы құтпа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі айтқан, жұма намазында имам мінберде тұрып құтпа оқыған кезде тіпті басқа нәрсемен айналысып отқан кісі, мысалы ол кезде білесіздер, кілем жоқ, мешіттің жаңағы едені шағыл тастар болған, яғни құм болған, сол құммен ойнап отқан кісінің өзі бос іспен айналысып отқан болып саналады дейді. Немесе басқа бір іспен айналысқан кісіге ескерту жасаудың өзі әбестік болады дейді. Яғни үйтпе деп айтудың өзі, сіз оны ескерту де жасай алмайсыз, себебі оның өзі артық әрекет болғандықтан ол исламда құпталмайды. Сондықтан да имам мінберге шыққан кезде, құтпа оқып жатқан сәтте мұсылман үндемей, әдеппен, құрметпен, ештеңеге алаңдамай тыңдау керек. Өйткені бұл құтпаны тыңдауға періштелердің келетіндігі туралы айтылған. Және құтпа біткеннен кейін, құтпадан бітіріп, имам мінберден түсіп, михрабқа барғанға дейінгі аралық, сол жұма күнгі дұға тілектің қабыл болатын сәтін сол сәт деп айтқан ғалымдарымыз бар. Сол сәт, яғни сіз басқа нәрсемен айналысып отырсаңыз, сол сәт не істейсіз, жіберіп қоясыз, қорғаласыз. Сонымен қатар әрине жұма күні екінші көзқарас бойынша намаздыгердің уақыты кіріп, яғни асырдың уақыты кіріп, шам батқанға дейін, күн батқанға дейін, шам намазының уақыты кіргенге дейінгі аралық сол жұма күнгі дұға тілектің қабыл болатын уақыты деп айтқан. Екеуінде де дұға жасасақ, біз қорғалмаймыз. Одан кейін жаңағы айт намазында құтпаның дәрежесі тура сондай ма? Енді айт намазында құтпаның да оқылған кезде мұсылман баласы сол жұма намазындағы құтпа оқылған кездегі әдепті сақтау керек. Өйткені ол жерде де Алла Тағалаға мадақ айтылады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтылады, мүминдерге дұға жасалады. Яғни ол жердегі құтпаның да мағынасы жұмадағы құтпаның мағыналас, яғни тәкбірлерінен бөлек. Бауырлар, құтпа дегеніміз мінберге имамдар былай шығып, қолына таяқ ұстап, альхамдулилля деп бастайтын, арабша айтылып бастайтын нәрсе. Сосын айта кетейінші, себебі мен өзімде көп байқаймын, жұмаға барасың, жұмаға барған кезде жаңағы именно құтпаның уақытысында сен себебі оларға айта алмайсың, құтпа айтылып кеткен тағы айта алмай қаласың, сонымен қалып қояды да осы нәрсе, бір айтылып кететін мәселе. Енді өзіміздің тақырыпқа оралайық, ихтикафты әйелдер қалай өтейді? Ер азаматтарды айттық, біз мешітте, намаз оқылатын мешітте өтейді. Әйел баласы өзінің үйінде, өзінің үйінің ішінде
намаз оқуға арналған бөлмесінде, яғни өз бөлмесінде күйеуінен рұқсат, егер үйленген кісі болса, күйеуінен рұқсат алып, итикаф өтейді, ниет етіп өтейді. Яғни өзінің бөлмесіне, өзінің енді әйелдердің мешітке келмегені жақсырақ болады. Біздің мазхаб бойынша, себебі мешітте ер азаматтар итикафта жатса, мына жағында әйелдер жататын болса, ол енді оғыштау болады. Содан кейінгі мәселе, әйел адамдарының белгілі бір демалыс күндері болады ғой. Сол күндерінде егер ол қадір түніне келіп қалатын болса, Рамазанның соңғы 10 түнінде келіп қалатын болса, қандай құлшылықпен айналысқан дұрыс екен? Әйелдердің әдет күндерінде, бұл енді әрине Алла тағаланың жаратылысы, оған шариғаттың өзі үкімдерін көрсеткен, үйреткен, шариғатымыздың жан-жақты бүге-шүгесін көрсетілген. Сол күндері ораза ұстай алмайды, намаз да оқи алмайды. Оқи алмаған намаздың қазасын өтемейді, бірақ ұстай алмаған оразасының қазасын өтейді. Қанша күн қаза болды, солай өтейді. Ал енді қадір түніне дөп келген жағдайда, ол кісі қадір түнінде намаз оқи алмайды, Құран ұстап Құран оқи алмайды. Оның тұсындағы дұға, салауат, истиғфар, Алла тағаладан сұрау, жақсылық жасау, қайырымдылық жасаумен айналыса береді. Уақытында айтты деген секілді. Жақсы, рахмет үлкен. Енді біздің сұрақтарымыз соңына шығып жатыр. Енді жаңағы осы Рамазанның соңғы 10 түні. Осы 10 түні әрбір адам бір істей алатын, жеңіл, әркімнің бір қолынан келетін бір 2-3 айтсаң болады, бір жеңіл амалдар айта кетсеңіз. Бағана айттық қадір түні жайлы. Лайфхактар ғой. Қадір түні жайлы. Қадір түні жыл 12 айдың ішінде 365 күнді аралап жүретін деген көзқараста болған ғалымдар да бар. Сондай да бар, иә. 30 күннің ішінде Рамазанның басынан соңына дейін аралап жүреді, яғни әр түнде ауыса береді, немесе 30 күннің кез келген бір түні болуы мүмкін деген де көзқарас бар. Бірақ әрине қуатты көзқарас соңғы 10 күн, соңғы 10 күннің ішінде тақ күндер және соңғы 3 күннің ішінде деп пайғамбарымыз саллаллаху айтқан хадистері, риуаяттары бар. Сондықтан да біз соңғы 10 күнді жаңа түнін ұйықтамай құлшылықпен өткізетін болсақ, әрине қадір түніне дөп келуге біздерге мүмкіндік пайда болады. Сол үшін де біздің атамыздан қалған сөз бар. Дейді, әр көрген кісіні қадір біл, әр түніңді қадір біл дейді. Сондықтан да әр түнімізді қадір түні секілді құлшылық жасайтын болсақ, біз иншалла одан құтпаса ұтылмаймыз. Әр көрген кісіні қадір секілді құрметтеп сыйлап, оған ілтипаттан айтын болсақ, одан да ұтылмаймыз, қадір болса да болмаса да. Ал енді Рамазанның өзі сауаптың еселенетін, Алла тағаланың біздерге мол мүмкіншілік беретін науқан айы ғой. Сондықтан да осы науқан айды біз барынша пайдалануымыз қажет. Әсіресе түндерді, бұл Рамазанда мұсылманның рызық нәсібесі көбейеді дейді. Сол Рамазандағы көбеюінің де бір себебі деп ойлаймын, мұсылмандардың осы сәресінің уақытында түннің соңғы 1/3 бөлігінде ояу болуы. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху менің үмметім үшін таңның ерте уақыттарын берекелі қыл деген дұғасы бар. Өзіміздің атамыздың мақалы бар. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ырыс деген рызық нәсібе, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген секілді. Осы уақытта ояу болу біздерге көп нәрсе береді. Сондықтан да иншалла келесі Рамазанға дейін осы уақыттарды да біз ояу түрде өткізуді дағдыға айналдыратын болсақ, бұл біз үшін керемет дүние. Дүние тұрғысынан болсын, ақырет тұрғысынан болсын, біздер көптеген жетістіктерге жеткізеді. Қадір түні туралы енді жаңағы шет жағасын айтып жатырмыз. Бір ғұмырға пара-пар, яғни 84 жылға пара-пар түн. 1000 айдан да қайырлы. 1000 айды яғни бөлетін болса, ол 83 па 84 жылға ма? 84 жылға пара-пар болады екен. Енді жарайды, бір кісі 90 жыл жасаған күннің өзінде, ол өзінің құлшылыққа берік болды деген күннің өзінде қанша уақытын құлшылыққа арнай алады? Ол соның 1/3-інде ұйықтайды. Ішіп жейді, демалады, тағы да басқа тіршіліктері бар деген секілді түптеп келген кезде өте аз уақыт. Ал енді сіз 8 сағатты түгелдей құлшылықпен өткізуге сіздерде толықтай мүмкіндік бар. Сондықтан да бұл қадір түні ерекше түн. Ғабит Мүсіреповтің жаңа бағана айттық қой, оқыған сөзімізде кейбір күндер бар, түннен де қараңғы дейді. Кейбір түндер бар, күндізден де жарық дейді. Сол секілді осы қадір түнінде күндізден де жарық, яғни не жағынан, руханият жағынан, нұр жағынан жарық болғандықтан біз осы түндерді жақсы пайдаланып, мысалға айтайық, 2 рәкат намаз оқысақ, ол енді әрине ұйықтап тұрған болсақ, тахаджуд намаз оқимыз. Ол тахаджуд намазы дегеніміз, бұл парыз намаздардан кейін сауабы ең мол намаз. Сондықтан тахаджудте жасалған дұғада
қабыл болу ықтималы өте жоғары. Имам Шафидің айтқан сөзі бар: тахажжудта жасалған дұға тілек өзінің нысанасын мүлт жібермеген мірдің оғындай деген. Мірдің оғындай деген. Сондықтан әрине біз бәріміз Аллаға мұқтажбыз, Алладан сұрап тілеуіміз керек. Өйткені Алла тағаланың өзі де айтады: егер сендердің дұға тілектерің болмаса, мен сендерге қайтып мән берейін дейді. Яғни Алла тағала бізге мән берсін десек, біз Алладан сұрауымыз керек. Біз Алладан сұрайтын болсақ, Аллаға жақындай түсеміз, Алла да бізге бере түседі. Ал енді өмірде біз басқа адамнан сұрайтын болсақ, әкеміз де жақтырмайды. Мысалға бізден сұрайтын болса, бізде әйеліміз сұрайтын болса, қарауға мәжбүр, яғни қарауға міндетті болған әйеліміз, баламыз сұрайтын болса да, біз жақтырмаймыз. Не қыласың оны деген секілді. Бірақ Алла тағала не істейді? Сұрасаң қуанады, саған риза болады, және сұрағаның хайырлы болса береді. Сондықтан да 2 рәкат намаз оқитын болсақ, ол сол қадір түніне дөп келетін болса, 84 жыл намаз оққан секілді құлшылыққа, ғибадатқа не боламыз, лайық боламыз. Сосын Ықылас сүресін мүмкіндігінше, өйткені Құранның 1/3 дейді ғой, 3 рет оқитын болсақ, бұл дегеніміз Құран кәрімді түгелдей оққан секілді сауапқа кенелеміз. Өйткені қысқа уақыттың ішінде дегенім ғой. Және иншалла ол да қадір түніне дөп келетін болса, 84 жыл Құран оққан секілді ол ықтималы бар. Және сол уақытта әркім өзінің мүмкіндігінің аясында садақа беріп тұрса, мысалы, кемінде 100 теңге, 200 теңге деген секілді ары қаратай әркім өзінің шама-шарқына қарай, көрпесіне қарай көрсетеді дейді ғой, беріп тұратын болса, ол да сол қадір түніне дөп келетін болса, 1000 ай садақа берген секілді сауапқа кенелуге біздерге мүмкіндік береді. Алхамдулилlah. Ереке, Алла разы болсын, өте бір пайдалы әңгімелер айтылды деп ойлаймын. Сұрақтар қалды, басқа сұрақтар қалмаған сияқты. Бір сұрақ бар, осыған не айтады? Рамазанның 20 күнін ораза ұстаған жоқпын. Ешқандай үзірсіз. Енді 10 күні қалды, басынан бастап ұстамадым ғой, ұстамай қойсам деген сияқты. Қазір кеш болды ғой, енді келесі жыл ұстаймын деген сияқты. Бәлкім адам осы Рамазанның ішінде ойланып қалатын адамдар болады. Сол адамдарға соңғы 10 күнінде, даже соңғы 1 күнінде ораза ұстауға бола ма? Әбден болады. Себебі Рамазанның әрбір күні ерекше сауап. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Рамазан айының сауабын біздерге түсіндірген бір хадисінде былай дейді: Рамазан айында себепсіз, яғни шариғат белгілеп берген себептің тысында бір күн оразасын қаза қылып, сөйтіп сол қаза болған оразасының сауабына жетемін деп, Рамазанның тысында өмір бойы ораза ұстаса, дәл сол Рамазан айында қаза болған бір күндік оразаның сауабына жете алмайды дейді. Қарасаңыз, Рамазандағы бір күндік оразаның сауабы Рамазанның тысында ұсталған өмір бойғы оразаның сауабынан артық екен. Көрдіңіз ба? Сондықтан да бір кісі 20 күн ұстамай жүріп, қазір ойланып ұстаймын дейтін болса, әлбетте ұстауынан болады. Ол нұр үстіне нұр болады, ол жақсы болады. Ол да мысалға айтайық, сіз бір өте бір жомарт, ауқатты бір кісі келіп бір дүние таратып жатса, әрбір адамға мысалға $30,000 беріп жатса, бірақ сіз кеш естіп қалдыңыз, барсаңыз $10,000 қалса, жоқ, маған керек емес, мен 30,000 алмадым, мен 10,000 да керек емес деп айтпайсыз, сіз барын бер деп айтасыз. Оған риза боласыз. Сол секілді Алла тағала бізге осындай мүмкіндік беріп жатса, біз әрбір күнді, әрбір мүмкіндікті өзімізге пайдалануымыз керек. Тіпті өзіңіз айтқан секілді соңғы күн қалды, 29 күн босқа өткіздіңіз, бір күн қалды, бір күн ұстайтын болсаңыз, жаңағы өмір бойыға ұстаған оразаның сауабынан артық болады. Кейін әрине айттан кейін сол қаза болған оразаның қазаларын өтеуге тура келеді. Енді өтеуіміз де қажет, өйткені ол біздің мойнымыздағы міндет. Үлкен рахмет, Ереке. Құрметті бауырлар, осымен біздің кішігірім сұхбат айдарымыз, имамға сұрақ айдарымыз осымен соңына шықты. Әрқайсыларыңыздың, сіздердің мүмкіншіліктеріңіз бар. Осындай Ернар Мәжен ағамыз сияқты үлкен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекіткен имамдарынан барып, сіздерге нақты сіздердің сұрақтарыңызға жауап алуға болады. Ол үшін бар болғаны пікір алаңыңызда өзіңізге бір қызықты болған сұрағыңызды қойыңыз, қалдырыңыз. Алдағы уақытта біз ол сұрақтарды міндетті түрде сіздер үшін арнайы сұрап береміз. Ал енді лүпіл басыңыздар, біздің каналға тіркеліңіздер. Осы қасиетті айда ұстаған әрбір күн оразаларыңызды Алла тағала еселеп қабыл етсін. Үлкен сауаптар, вагон сауаптарды арқалап алып беретін бір берекелі ай болсын. Ассаламу алейкум.